Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қазақстанова Аяжан. Мен Шоған Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті жанындағы көпсалалы колледждің тіл және әдебиет бөлімінің бірінші курс студентімін. Бүгін мен сіздерді өзімнің жобаммен таныстыра өткім келеді. Жоба жетекшім Мина Жайна. Жобаның тақырыбы эко-асхана, атауы экогрин. Тұрақты тамақтану, экологиялық таза асхана концепциясы. Эко-асхана дегеніміз бұл тұрақты және де экологиялық таза асхана концепциясына сүйенетін қоғамды тұрақты түрде тамақтандыру ұйымы. Жобаның басты мақсаты бұл тұтынушыларға тек дәмді ғана емес, сонымен қатар пайдалы тағамдарды ұсынып, саналы және де жауапты тұтынуды ынталандыру, сонымен қатар экологиялық таза асхана принциптер мен әдістерін енгізу арқылы тұрақты тамақтану өмір салтын қалыптастыру және де осының қоғамдағы маңызы мен рөлін анықтау. Жобамыздың міндеттеріне келетін болсақ, жобаның басты міндеті бұл тұрақты даму концепциясын таныстыру, сонымен қатар экологиялық таза өнімдер мен материалдар, сонымен қатар тағамдарды пайдалану және де осылайша қоғамдық сананы көтеру. Болашақта осы жобаны қолға алған жағдайда біз біршама жетістіктерге жетеміз. Яғни ол сапалы өмір сүру, сау тамақтану, таза орта және де экологиялық таза өнімдерді пайдалану арқылы жылдық қоқыс шығару мөлшерін азайту. Мен осы жобаны зерттеу барысында Бурабай демалыс айлағының тұрғындарынан интервью алған болатынмын. Сол интервью нәтижесі міне осындай видео. Гость города или горожанин? Гость. Сколько вам лет? 50. Вы слышали что-нибудь об эко-столовой? Ну, в принципе, нет. Эко-столовая – это столовая, где используются только экологически чистые продукты. Мы хотим открыть такую эко-столовую в курортной зоне Бурабай. Как вы относитесь к этому? Ну, это было бы замечательно. Вы согласны с этим? Продукты, да, все чистое. Это хорошо было бы. Міне, осылайша қала тұрғындары мен қала қонақтарынан интервью алынды. Интервью нәтижесінде көбісі осы эко-асхана концепциясына өзінің оңтайлы көзқарасын білдірді. Осылайша географиялық орны, жынысы, жасына қарай тұрғындарды бөліп біз зерттеу жүргіздік. Жоба барысында Canva бизнес моделіне жүгінген болатынбыз. Бұл Canva бизнес моделі жалпы 9 блоктан құралған. Оның бірінші блогы басты құндылықтар. Біздің басты құндылықтарымыз бұл эко-асхана, эко-өнім, экологиялық таза материалдар мен құралдар, сонымен қатар энергияны үнемдейтін технологиялар. Келесі блок тұтынушылар саралымдары. Осы біз өзіміздің аудиториямызды анықтау барысында оны 4 топқа бөлдік. Яғни өмір сүру салтына байланысты 4 топқа бөлдік. Біріншісі дұрыс тамақтанатындар, екіншісі спортпен айналысатындар, үшіншісі артық салмақтан арылғысы келетіндер, төртіншісі керісінше салмақ қосқысы келетіндер. Үшінші блок өзара әрекеттесу арналары. Бұл блокта біз жалпы біздің клиенттеріміз қандай арналардан біздің құндылықтарымызды алғысы келетінін білу керекпіз. Осылайша барлық арналардың принциптерін ескерген жөн. Яғни сендіру, қарым-қатынас, жеткізу, саудадан кейінгі қызмет және де жарнама. Төртінші блок клиенттермен қарым-қатынас. Бұл блокта біз клиенттермен қай жағынан дұрыс қарым-қатынас орнату керектігін түсіну керекпіз. Осылайша қала тұрғындары, қала қонақтары және туристерге ашылу салтанатын ұйымдастырамыз. Ол жерде дегустация, яғни де тегін фуршет орналастырылады. Сонымен қатар одан кейін клиенттермен қарым-қатынас орнатқаннан кейін сапалы түрде жарнама, уақытылы жеткізу және де ұқыпты қаптаманы қолданамыз. Осылайша заман талабына сай әлеуметтік желілерді пайдаланамыз. Ол жерлерде маркетолог, таргетолог мамандарымен өзіміз жұмыс атқарамыз. Бесінші блок кіріс ағыны. Міне бізде осындай жасыл мәзір бар. Осы мәзірден бөлек бізде басқа да кіріс ағыны, бұл дұрыс тамақтану курсы бар. Дұрыс тамақтану курсын кез келген клиент диетолог маманымен келіскеннен кейін бізден ала алады. Ол жалпы міне 4 реттік тамақтанудан тұрады. Жалпы шамамен бағасы 150 мыңды қамтиды. Алтыншы блок негізгі ресурстар. Біздің негізгі ресурстарымыз бұл материалдық ресурстар. Яғни барлық материалдық заттар, жаңа құрал-жабдықтар және тағы басқа қаржылық ресурстар. Бұл біздің кіріс шығын және де инвестициялар, адами ресурстар, қызметкерлер, ақпараттық ресурстар, ашылу салтанаты, желідегі жарнамалар болып табылады. Жетінші блок негізгі іс-әрекеттер бәсекелестік. Біз жалпы бәсекелестікті осы Бурабай демалыс айлағынан іздегенбіз, бірақ та толығымен осы таза асхана концепциясына сәйкес келетін ешқандай ұйым табылмады. Осылайша бәсекелестік іздеу арқылы біз оны Көкшетау қаласынан таптық. Көкшетау қаласында Макалейт деген кафеде осы таза асхана концепциясын ұсынады екен. Бұл кафенің администраторымен осындай интервью жүргіздік. Я являюсь управляющей эко-кофейни Макалата в городе Кокштадт. Откуда у вас возникла такая идея открытия эко-кофейни? Я на протяжении нескольких лет работала в сфере общепита. Я видела то, что используется
пластиковые материалы, и это наносит вред в нашу экологию, поэтому хотелось открыть именно эко-кофейню. Какое у вас отличие? Қысқаша атап өтетін болсам, бұл видеода басқарушы өзінің жеке тәжірибесімен, сонымен қатар эко-асхананың кемшіліктері мен артықшылықтарымен бөлісіп өтті. Бәсекелестікке келетін болсақ, міне көріп отырғандар бұл Бурабайда орналасқан қонақ үйлер болып табылады. Бұл қонақ үйлердің толығымен экологиялық асхана концепциясына келмейтін болғанымен, сыртқы материалдар экологиялық материалдар болып табылады. 8-ші блок негізгі әріптестер. Негізгі әріптестерге келетін болсақ, сүт өнімдерін Гурмозавод кәсіпорнынан, ет өнімдерін Бижан кәсіпорнынан алу көтеруде, сонымен қатар жергілікті фермерлермен келіссөздер жүргізіліп, Степногор қаласындағы жылыжайдан көкөністер мен жемістер алу бұл жолында. 9-ші блок шығындар құрылымы. Бізге жалпы алғашқы инвестиция 3 миллион 253 мың теңгені құрап отыр. Мына кестеде сіздер көріп отырғандарыңыздай, бұл бізге 1 айлық керек құрал жабдықтар мен материалдардың ең төменгі есеппен алғандағы шығыны. Келесі, осы жерде шығындар құрылымы, яғни бұл жерде біз қолданатын ыдыс-аяқтар, жалпы құралдар көрсетілген. Бұны Янскиді сайтынан іздеп тапқанбыз. Бұл ыдыс-аяқтар, яғни экологиялық таза, қоқысқа тастағанда ешқандай табиғатқа зиянын келтірмейді және де еріп кетеді. Міне, Бурабай Мол және де Плаза сияқты сауда үйлерінен біз жалға алу орнын қараған болатынбыз. Екеуін салыстырған кезде орташа есеппен 220 мың теңге айына жалға алу орнына кетеді. Ал бір Каспий сайтынан қараған жаңағы технологиялар және де орындықтар. Вот талдауға келетін болсақ, бұл біздің артықшылықтарымыз. Артықшылықтарымыз, себебі біз жаспыз және де тәуекелге беріле аламыз. Және де біз тек қана экологиялық таза материалдарды пайдаланамыз. Кемшіліктер, біздің біліміміздің жеткіліксіздігінен біздің жобамызда көптеген қиындықтар пайда болуы мүмкін, бірақ та бұл мәселені міндетті түрде шешуге болады. Мүмкіндіктер, болашақта біз осы асхананы дамыта тұра, оны ары қарай кеңейтіп, басқа жерлерде аша аламыз. Қауіп-қатерлер, үнемі түрде асхана болған жерде көптеген жаңағы уланулар немесе басқа да мәселелер келуі мүмкін. Міне жобаның концепциясы, бұл біздің эко-асханамыздың 3D макеті болып табылады. Жалпы оның интерьері, бастапқы интерьері, ал ары қарай дамыта келе біз мысалы міне мынандай интерьерге көшуді көздеп отырмыз. Жалпы осы көріп отырғанымыздай қосымша ақпарат Караван газетінде 2020-2023 жылдар аралығында Бурабай демалыс айлағына 1100 жүк көлігімен 6500 метр куб қоқыс шығарылғаны айтылады. Бұл әрине өте өзекті және де өте қауіп-қатерлі мәселе болып табылады. Осыған орай қорытындылай айтқым келетіні, егер де біз осы эко-асхана концепциясын толығымен қолға алып, бұл жобаны іске асыратын болсақ, онда осындай қоқыс шығару мәселелерін азайтамыз және де осыған өзіміздің үлкен септігімізді тигіземіз деп санаймын. Назарларыңызға рахмет.